Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мына Nokia деген телефон барлықтарыңыздың естеріңізде шығар. Кезінде хит еді ғой мына телефон. 1202 деген. Қазір осыны тағы да бір айта кетерлік жайт, жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Қазір сіздерге көрсететін боламыз. İçine bir ғана sim карта салынып, кезінде күшті телефондар еді ғой бұл. Мына жағынан фонарик жанады. Так. Мына жақта тонкий зарядкамен зарядталынатын телефон еді. Ал мынау осы телефонның батарейкасы. Так, оны да ашып көрейік. Мынандай кішкене телефонның батарейкасы. Деген жазуларымен. Ал мынау осы телефонның зарядкасы. Тонкий зарядкасы. Кішкентай бас. Nokia дейді, өзінің ранный зарядкасы. Қазір қосып көретін боламыз. Қанекей батарейкасын салайық. Мына жерінде сары. Мінекей. Мына жерінде тромбаны сары. Скотчты алып тастадық. Енді салып қосып көретін боламыз. Енді қосып көретін боламыз. Батарейкасын салдық. Енді крышкасын жауып қосып көретін боламыз. Зарядкасы бар ма екен, жоқ екен. О, не шықты. Қазір sim карта жоқ дейді. Бұның ішінде кімнің есінде? Мына жерде ойын бар еді. Жылан дейтін. Соны барлықтарыңыз ойнаған шығарсыздар, Күшті ойнайды ғой. Сатып алушылар болса хабарласыңыздар. Дейін настройкасын тексеретін едік. Мынау тездететін еді. Кім осымен ойнай алады деп. Тез өткізетін. Бүгінге осы. Лайк басып, жазылып кетеміз, достар. Алла қаласа, бұдан да басқа қазақта видеолар шығатын болады.